Шайға дәл осы десертті жасағаннан кейін ешқандай да пирогтың да торттың да қажеті жоқ. Етті тағамнан кейін шаймен керемет кетеді екен. Міндетті түрде дайындап дәмін көріңіздер. Ең алдымен бізге пайызы жоғары қаймақ қажет болады. Қаймақтың үстінен сапасы жақсы сгущенкамызды қосамыз. Кезекте қуырылған тарымызды қосамыз және де үккіштен өткізілген қызыл ірімшігімізді қосамыз да барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған десертімізді өзімізге ыңғайлы ыдысымызға саламыз да бетінен үккіштен өткізілген қызыл ірімшігімізді қосамыз. Дәмін енді қыздар сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Мен өзім тарыны өте қатты жақсы көрем. Дәмі енді өте дәмді болып шығады екен. Міндетті түрде 1 лит болсын дайындап дәмін көріңіздер. Дайын болған десертпен құрамында ешқандай да красителі жоқ. Таза цейлондық Байджи классик шайымен ұсындым. Ең алдымен ыдысымызға тарымызды, дәміне қарай сүтін және де осы Байджидің шайын қосамыз да қайнап тұрған суымызды құямыз. Мінекей біздің өте дәмді болып шығатын шайымыз бен десертіміз дайын болды. Дәл осындай десерт жеп, осындай шаймен әңгіме айту керек жақындарыңызға, құрбыларыңызға осы видео рецепті жіберіп қоюды ұмытпаңыздар.